Қайырлы күн, құрметті достар, қайырлы күн, құрметті көрермендер. Қалаулым бағдарламасынан келдім. Енді қалған болашақтың еншісінде енді үмітіміз бар, іздеп жатырмыз. Осы бағытта енді жұмыс істейміз. Бірақ енді каналдың жұмысын жалғастырамыз және таң қалып отырмын, 40-тан астам адам бір күнде жазылды. Бір таңғалатын әрине жағдай, мен үшін бір қуанышты күндердің бірі. Үлкен рахмет. Видеоларыма лайк басқандарыңызға, пікір жазғандарыңызға үлкен рахмет. Осы каналыма жазылып, кішкене менің қазақ шахматына көңіл бөлгендеріңіз үшін үлкен рахметімді айтамын. Енді өзіміздің тікелей жұмысымызға қайтайық, осы сабақ түсіндіруге. Бүгінгі тақырыбымыз ол қызықтыру тәсілі, қызықтыру әдісі. Біз енді бұл тәсілді ұтымды пайдалануымыз керек. Мен сіздерге үнемі айтам, комбинация жасау үшін белгілі бір талаптар орындалуы тиіс. Егер де ол талаптар орындалмаса, сіздер комбинацияны жүзеге асыра алмайсыз. Мысалы байқасақ, мына кеме және мына кеме, олар қорғалмаған. Сол себепті сіздер белгілі бір комбинация жасауға мүмкіндік бар. Мысалы шах дейміз. Біз деген патшаға шабуыл жасаймыз және кемеге шабуыл жасаймыз. Екі соққы әдісі. Егер де қарсылас жейтін болса, онда біз шах дейміз. Шах. Шабуыл жасаймыз және мына шабуыл жасаймыз. Көрдіңіздер? Екі соққы әдісі. Бірақ егер де мысалы патша мына жерде тұрғанда, мысалы патша мына жерде тұрған кезде, немесе мына жерде тұрған кезде, сіздер бұл әдісті, тәсілді пайдалана алмас едіңіз. Өйткені осыны сіз қызықтырып, осы жерге алып келесіз. Айтасыз, бауырым, осы жерге келші, сол кезде мен деген саған кішігірім соққы жасайын деп. Егер де ол жемейтін болса, сіздер бұлай қуана оны жеп қоясыздар. Тағы да рет айтам, комбинация жасау үшін сіздер міндетті түрде салбырап тұрған, қорғалмаған, енді қауқарсыз, қорғансыз ойыншыларды іздестіру керексіздер. Сол кезде ғана комбинация жасауға мүмкіндік бар. Келесі тақырыпты көрейік. Келесі мысалды көрейік. Енді бұны бай несін өзгертіп тастайық. Сонымен ақ патшаның жағдайы онша емес. Мынау артта қалған жауынгер, қара патшаның тек қана піл, жауынгер ғана қорғап тұр. Мына ат көмектесіп тұрған жоқ. Мына ат көмектесіп тұрған жоқ, мына піл көмектеспейді. Және мынаған ешқандай қатысы жоқ. Бұл жерде қаралар мынандай шах дейді. Ең бастысы ақ патшаны осы жерге қызықтыру керекпіз. Осы жерге келші, осы жерге келсек, мен саған жағдайың қиын болады деп. Егер де мысалы қызығып жейтін болса, онда біз оған мынандай мат қоямыз. Қызықтыру тәсілі. Қызықтыру тәсілі осындай болады. Көрдіңіз ғой? Ешқайыққа жабылуға мүмкіндік жоқ. Сол себепті бұл жерде уәзір жеудің қажеті жоқ. Не патшамен мына жаққа шегіну керек, немесе патшамен мына жерге шегіну керек. Осы екі. Сол кезде ойын кішкене болса жалғасады. Ал егер де қызығып, осы мысалы уәзірге қызығып жейтін болсаңыз, сонда сіздер мынандай мат аласыздар. Түсінікті ғой, Бұл қызықтыру тәсілі. Келесі. Қара патшаның жағдайы нашар. Піл, кеме, ат, кеме барлығы іске қосылмады. Қызық қосылмады. Содан кейін мына уәзірде, мына атта бір белгісіз, түсініксіз істермен айналысып жатыр. Сол себепті біз қызықтыру тәсілін пайдаланамыз. Шах, ол бізді жейді. Енді біз деген өткен лекцияларымды, өткен дәрістерімді тыңдасаңыздар, білесіздер, бұл екі соққы әдісі. Шах. Екі соққы шахы деп аталады. Екі еселенген шах. Шах және шах. Егер де патша бұлай жүретін болса, сіздер оған бұлай мат қоясыздар. Бұл пілмен және кеменің арасындағы байланыс. Егер де қара патша мына жаққа келетін болса, онда біз оған бұлай мат қоямыз. Қараңыздар. Бұлай. Және мынау бұлай болады. Көрдіңіздер ғой? Пілмен және кеменің арасындағы өзара байланыс. Бұл тақырыпты да біз егжей-тегжейлі қарастырдық. Келесі жағдай,
қара патшаның жағдайы нашар, жауынгері бөлініп қалған, уәзір жырақта жүр. Көрдіңіздер ғой, бірақ ат шеге. Естеріңізде ғой, шегеміз біздің жақсы қадалған. Мысалы, қарсылас өзінің кемесін мешкейлер қатарына қойып қойды. Егер де мысалы жүріс қаралардық болса, олар деген мынандай мат қояр еді. Біз білеміз, бұл уәзір мен кеменің арасындағы батарея. Бірақ бізді құтқарып тұрған, бұл жерде бізді аман сақтап тұрған нәрсе жүріс біздікі. Шах дейміз. Ол жабылады. Егер де ол былай жүретін болса, біз оған шах дейміз. Патшасына шабуыл жасаймыз және оның кемесіне шабуыл жасаймыз. Соңғы осы мешкейлер қатарындағы кемесін жеп кетеміз. Сол себепті ол деген жабылады. Пілмен жабылады былай. Біз шах дейміз. Ол жейді. Енді қараңыздар. Ашық шабуыл, ашық шах тақырыбын қарастырамыз. Шах. Шабуыл жасады. Артқа қарай шегінеді. Енді қызықтыру әдісін екінші рет жасаймыз. Шах. Ол бізді жейді. Және біз оған мынандай мат қоямыз. Бұлай. Және бұлай. Екі жерді ат деген қадағалап тұр. Мына қатарды бізде кеме қадағалап тұр. Көрдіңіздер ғой. Мүмкіндіктерді қарастырайық. Шах. Егер де бұлай жүретін болса, онда біз оған мынандай мат қоямыз. Ат пен уәзірдің өзара үйлесімділігі, өзара байланысы. Көрдіңіздер ғой, қызықтыру тақырыбын біз жейміз, қызықтырамыз. Шах. Тағы бір рет қызықтырамыз. Шах. Және оған мынандай мат қоямыз. Келесі мысал. Мынандай мысал. Көрдіңіздер ғой. Бұл жерде патша жақсы, жауынгерлер жақсы, бірақ ойыншылар ыңғайсыз орналасқан. Екеуі екі соққыға түсіп қалады. Біз былай жүреміз. Уәзірге шабуыл жасаймыз және кемеге шабуыл жасаймыз. Егер де ол жейтін болса, осы жауынгерді қызығып жейтін болса, онда біз оған мынандай тағы да бір рет екі соққы әдісін пайдаланамыз. Не кемені жеп кетеміз, не уәзірді жеп кетеміз. Түсінікті ғой. Қызықтыру әдісі бұл осындай ұтымды әдістердің бірі. Бірақ таптаза күйінде қызықтыру болмайды. Міндетті түрде екі соққы шабуылы, екі еселенген шах, ашық шабуыл. Бұл енді идеялар ауысып тұрады. Барлық идеялар ауысып тұрады. Және бір-бірімен қабысып, бір-біріне көмектесіп тұрады. Бұл жерде бір қатықпаған нәрсе жоқ. Тек қана осы әдіспен пайдалану жоқ. Барлық нәрсені мүмкіндіктерді қарастыру керек. Барлығын қарастырып, барлық мүмкіндіктерді, барлық амалдарды қарастырған кезде жақсы болады. Жарайды, каналыма жазылғандарыңыз үшін рахмет. Лайк басып, пікір білдіргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Сау, сәлемет болыңыздар.